Қызанақтың құрамы қандай? Қызанақтың құрамында В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендер өте көп. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы екенін білесіз бе? Оларды тыңдап кетіңіздер. Қызанақ псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде біреуін жеу керек. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Қышқылдығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стаканнан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, күйзеліс және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам күйзелістік күйге тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Сонымен қатар қызанақ катарактаның алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жас ұлғайғанда пайда болатын катарактадан қорғайды. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндігіне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарда жиі қолданылатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады. Қызанақ туралы азды көпті мәліметке ие болыңыз. Қызанақ алқалар тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Оңтүстік Америкадан таралған. Оның 3 түрі бар. Кейбір деректерде 7 түрі бар деп көрсетіледі. Қазақстанда бір түрі кәдімгі ас қызанағы. Барлық жерде өсіріледі. Сабағының биіктігі 30-40 сантиметрден жоғары. Жапырағы қауырсын тәрізді. Гүлінің түсі сары, жемісі 2 не көп ұялы жидек. Пішіні әртүрлі. Салмағы 25-500 граммға дейін жетеді. Қызыл сарғыш жемісінің құрамында 4,5-тен 8,1% құрғақ зат, 3,5%-тен 8,5%-ке дейін органикалық қышқыл, минералдық тұздар, С витамині, В витамині, ПП тобының витаминдері, каротин бар. Жемісін тамаққа пайдаланады, тұздайды, шырын алады. Қызанақ жылы сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді. Өсуіне қолайлы температура 20-25 Цельсий. Температура 15 Цельсийға дейін төмендегенде гүлдеуін, ал 10 Цельсийдан өсуін тоқтатады. 1 және 2 Цельсийда үсікке шалдығады. Бірнеше сұрыптарға бөлінеді. Ерте пісетін сұрыптары белый налив 241, ранний 80, ақтөбелік 85, глория. Тағыда басқа сорттары Батыс Қазақстан, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, тағыда басқа облыстарында аудандастырылған. Негізгі зиянкестері картоп, қоңыр көбелегі, ызылдау қоңыз, калорада қоңызы. Ең көп тараған аурулары бактериялық теңбілділік. Помидорды біздің халқымыз әртүрлі қолданылады. Қуырылған қызанақ, қызанақты тұздау деген сияқты. Қуырылған қызанақты
Піскен помидорды жуған соң, оны көлденең 2 бөлікке бөліп, тұз және бұрыш себу қажет. Кесілген помидорларды кесілген жағын бетіне қаратып, табаға сарымай жағылып қыздырылған салып қуырады. Қызанақтар қызара бастаған кезде екінші бетін аударып қуырады. Дайын қызанақты жеке тағам ретінде немесе ет және балық тағамдарына гарнир ретінде ұсынуға болады. Қазіргі таңда күз мезгілі жақындап келгендіктен қызанақты және қиярды қыстың қамын жазула себебіменен банкаларға тұздап жатыр. Тұздалған қызанақтардың барлығы да адам денсаулығына пайдалы. Қызанақтың көк, сары, қызыл барлық піскен түрін тұздауға болады. Видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз.